мен бір кісілерді білем, бақуатты тұрады, бай ғой, шіріген бай. Сонда жаңағы барып беретін кезде молдаға берсе 10 мың теңге береді жаңағы. Біз 10 мың теңге, 50 мың теңге беріңіз кеп, 100 мың беріңіз кеп тұрады ғой енді. Болмаса бір тойға барса, қаншадан беріп жатыр екен? Елдер 20 мыңнан беріп жатыр десе, жарайды біз 20 мың, 25 мың беріп қояйық дейді. Артық бермейді да. Соны кейбір кезде ойлаймын ғой, сұраймын, неге сіздер бар ғой жағдайыңыз десем, ол қиналып қалады дейді. Түсіндіңіз ба? Ол қайтарамын деп қиналып қалады дейді. Ол қайтара алмайды. Ертең сол 25-ін қайтара алатын мүмкіндігі бар оның. 25-ін қайтарса, оның алдында беделі түспейді. Абыройы тік тұрады, еңсесі биік тұрады. Біз аламызда жаңа миллиондап береміз, мә деп береміз, беделі түсіп қалады ол адамның. Соң біз үстемдік жасап тұрамыз. Мен саған бердім ғой деп тұрамыз. Өкінішке орай, сол дұрыс позиция емес. Бұл жерде адамның бір-бірінің алдында жаңағы өзінің деңгейі беделі түспеу керек. Ешкімнен артық емес бұл жерде, негізі айтайын дегенім.